Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз мұнда әртүрлі адамдарды төбелестіреміз. Әртүрлі болғанда қалай мұнда good, яғни добро, жақсылық жағын және жаман жақсы төбелестіреміз, зол жағын. Сонда бізде қазір жақсылық пен жамандықтың соғысы болады. Так, ал жақсылық жағына кімді аламыз? Мұнда көрейік, devote, янтылар дейді. Так, мұндан үшеу алайық. И жамандық жақтан тоже үшеу алайық. 3-3-ке төбелес көрсін біріншіден. Мә, қараңдар, ана жамандық жақтары, мына жақтары екеге қалды. Бірақ жақсылық жақ жеңіп кетті. Ылғидағыдай. Ештен қалатын нәрсе жоқ. Жақсылық ылғи жеңеді деп. Так, онда оларды жеңе алатын әскер қойып көрейік. Олардан алайық. Бүгін еке көрейік, тексеріп. Қандай әскерлер? Екі жақта ақырын жүретін әскерлер екен. Мә, тағы да жақсылық жақ жеңіп бара ма? Так, әзірше белгісіз. Мә, мына бір әскерлер мықтырақ екен. Жарайды, енді жақсылық жағынан да оларды жеңетін бір әскер табамыз. Good it. Celestial дейді. Ал мыналардың орнына мыналарды қойып көрейік. Мә, мыналардың жандарды қараңдар. Домалақтары бар. Қоржақ тастаған. Аналар жандарына да жақтай алмайды сонда, жоқ, қараңдар, аналар мықты екен. Аналар мықты екен, шын қараңдар. Так, оларды жеңетін мұнда кім бар бізде? Өсіп кезекпен көрейік, басынан. Ақша бітпей ме бізде? Ауға теңгемен ойнаушы қойып. О, мыналар жеңе ме? Жоқ, қараңдар, андар щиттары бар, щиттарын қоя қойды. Мойдары істейді екен мыналар. Ана şu жеңілмейтін бір әскер болды ғой. Бірақ алдығы аюды естеріңдер ме? Алдығы сериядағы олар вообще білмейді. Олар тіпті мықты болған. Мә, олар жеңілді осы жолы. Үшке енді оларға қарсы кімді қоямыз да. Енді жамандық жақтан дейді. Так, не бір монарх дегенді қояқшы. Тоже үшеу қояқ ал. Ой, көп қойыл кетті. Былай өңір. Мә. Қараңдар, ал артынан шыға келді екен тоже. Мыналар мықты. Так, енді династиядан алайық. Жақсылық пен жамандық жақтар соғысқанда. Так, жарайды. Гуттен тоже ең последний қойып көрейік. Ең мықты соғысшылар. Так, 3-3-ке төбелесіңдер көрейік. Мынау міне жақсылық жақтағы ең мықты әскер. А мынау жамандық жақтағы ең мықты әскер. 3-3-ке төбелес. Бастайық. 9000 теңгеде тұрады. Қазір жақтағы әскер. Мә, аналар мына жаққа қарай келіп қалды. Решающий соғыс жақтағы. Мә, кімдер атты. Қараңдар. Жақсылық жақты әскер жау жағып жатыр. Все, түсінікті, мына жақ жеңіп кетті. Енді кімдер соғыстырамыз? Кімдер бар? Фермер дейді. Олар сондай мықты емес. Викингтар төбелестірейік. Викингпен кімді төбелестірсек? Династия дейді. Мыналарда садақшылар мен садақшылар только әртүрлі заманның адамдары ғой. Аналар үшеу болып кетті. Еще алдындағы сияқты бар ана. Алдыда қалып қалыпты, алдында қалған. Так, ананы алып тастау керек. Әділетсіз төбелес болып кетті. Ал давай. Аналардікі жандырады, мыналардікі қатырып тастайды. Аналар қалып тұрғанда мыналар өріп кетті. Атып өріп кетсе болды екен содан аналар. Ниндзя. Ниндзя. Ниндзяны қойып. Так, мынау екеуі бір замандық ма? Ал давай. Мыналары мықты ғой. Бәрін жеңіп жатыр, Бәрін жеңіп жатыр. Қараңдар, бәрі ұшып жатыр. Так. Ана бірақ жеді вақтар ғой. Ұшып кетті, қараңдар. Тоғайды үстіне жүр. Тоғайды үстіне өлем деп қойладым екен, анау. Так. Мынау не? Хватчик дейді. Так, ниндзялар садақшыларды жеңіп қалды. Мынау не? Какой-то не жер.
Осы, алар жеңді. Енді Monkey King дейді. Маймылдардың королі ма несі? Так, біреу қойып көрші қалай. Секірді и өлді. Секіріп тұр көрмей қалды. Шал, үшті ешке көр. Давай. Мә. Тірі ме? Екі өріп қалды, біреу қалды. О, біреуін өлтірді. Екеуін өлтірді. Мә. Үш жәшікті де сылдырып тастады бір маймыл. Үш жәшікті бір маймыл шағып тастады, бірақ басында біреу болса, екеуі өлмесе, мұнда сразу өлуші де. Так, дракон дейді, о, дракон бар ма? Адамдар ойна жай. Жайды, осылай болсын. Рит. От сатады екен. Екі маймыл айдаһарға қарай секірді. Маймыл айдаһарды жеңіп кетті. Айдаһарды маймыл өлтіріп тастады. Маймылдар қалай қалып кетті? Маймылдар көп болып кетті. Аз қойған шықты ма? Үшеу ғана, үшеу ғана. Бірақ қаптап кетті және. Так, онда енді кімдерді алсақ. Таяғы бар адамдарды қойшы. Көп болып тастайық былай. Маймылдар мен адамдар. Почти адамдар. Толықтай адамды санауға болмайды. Қараңдар, маймылдар, маймыл шығарады екен басқа да маймылдар. Қаптап жібереді. Сол үшін король деп бересің. Адамдарды қырып тастады. Онда... Так, қандай қызға адамдар бар мұнда? Қандай қызға адамдар бар? Баллиста. Мына жақта алып тастайық. Баллистадарды алайық. Үшеу алып тастайды. Алдыдағы недерді өлтірген, аюдарды осылар өлтірген алды. Шұрып тұрады екен, мынау қараңдар. Біреу қалды ма? Біреуін енді үшеу бірақ дәлді өлтір, Қараңдар, мынау шотқа балыққа. Шұрып тұрды. Минотавр, үш минотавр, үш арбалетқа. Баллистаға. Так, минотаврдарды андар тигізіп жерсе өлтіріп тастайды, бірақ минотаврдар жүгіріп барса аналарды өлтіреді. Мыналардың дәлдеуіне байланысты ғой. Ал давайте. Үшеуіне дәл тигізді. Қызықты болды. Так, көбейтейген мыналарды. Баллистадан бесеу қойық. Минотаврдан тоже бесеу. Осы жолы дәл солай тигізе алам екен. Тигізе аласыңдар ма? Тигізе алсаңыз болды. Екеуі тірі қалды, енді біттіңдер. Так, біреу өлгері секіріп. Екеуін шағып тастады. Енді неше қалды? Өлтіріп тастады. Қолыңа тиді ма? Аяғыңа тиді ма? Аналарды қорғап тұрды. Жайт, баллисталарға басқа бір екі өліп табамыз. Минотаврдар жетпей екен олардың күштері. Так, викинг, валькириядер, пират. Так, пираттардан қой. Бесеу ғой, бесте-беске. Жақыннан емес, қолдарыңда недерің бар, пистолеттарың бар, атындар. Біреу ғана қалды, баллисталар тағы жеңіп кетті. Жылды ма? Тигізген де жоқ қой. Оғың ұшты ма? Жаман өлді. Так. Мыналарды алып тастайық. 5 пушка, 5 баллистаға. Нағызық болады. Так, мына жақта 6 болып кетті. Енді 5-еу. 5-5. Біреуін шақты. 2-еу. Мынау тірі ме? Мыналар өлді. Пушкалар жеңіп кетті. 2-еу жеңіп кетеді, қараңдар. Мына еткен атке қалса, барлығы бірақ өледі. Андар атып үлгермей қалды. Онда 5-еу қойық хотя бы, Жақынырақ жерден 5-еу қойық.
Онда шанс болады. Жегізе алмайды ойымдар. Пушкалары мықты екен. Так, ал жарайды, енді әртүрлі лучниктарды төбелестірейікші бір-бірімен. Так, мына жерде лучниктар жоқ. Мына жерде міне лучниктар. 2, 3, 4, 5. Так, жатталайық. Мына жерде бар. Мынада бар. Мында бар. Ары қарай жоқ, иә, лучниктар. 4 ғасырда ғана бар екен лучниктар. Және соларды бір-бірімен төбелестіреміз. Так, 10-да 10-ға төбелессе. Мынандай 2, 3, 10. Мынандай лучник. И келесі ғасырдан тоже 10 лучник қоямыз. Қайсы жеңеді, сол келесі этап қойып отырады. Көреміз ең мықты лучниктар қайсылар екен. Так, кім жеңді? Blue Winded. Көктер жеңіп кетті. Так, енді көктерге қарсы келесі дәуірдің недер қоямыз. Лучниктарын. Так, ол жақта мынандай, е? 1, 2, 3, 4. Чойым, 7, 9, 10. Ал, кім жеңеді екен? Мынау қатыратын лучниктар ол, қараңыз. Тағы да жеңіп кетті. Нөбір жылан ататындар мықты екен. Жылан ататындар мықты. Так, одан кейінгі қандай лучниктар бар еді бізде? От ататын лучниктар. 5, 6, 7, 8, 9, 10. От ататын лучниктар. Тағы да көкті жеңіп кетті. Олар өздері емес негізі. Бұны бір жыландар жеңіп кетіп жатыр. Так, жарайды. Одан тағы бар ма лучниктар? Міне тағы да бар екен. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай. О, қараңдар, мұндар ұшырып жүр бұндар. Қайттан түсті. Жылан ататындар ең мықты лучниктар екен. Олардан кейінгі қайсылар? Олардан кейінгі осылардан бастайық. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, мынау қайда дәуір? Нама. И мұзды ататындарды көрейік. Екінші орындағы мықты лучниктар табамыз. Жоқ, негізі аналары нечестно, потому что олар жылан атады, мыналарда ондай жоқ. Оқпен атқанда қайсылар жеңеді. Бізге сол маңызды. Жылан атқанда атқан бізге өздерінің мықтылықтары керек. Қайсылар жеңіп жатыр осы? От ататтар жеңіп жатыр. От ататтар мықтырақ екен. Так, от ататындар жеңді, от ататындар көктері. Так, енді мұз ататын. Қайсы мықты? Мұз или от? Қараңдар, аналар бәрі қатып қалды. Аналар ұшып жүр. Бірақ қатқаннан кейін андар еріп кетіп қайттан кейін ата береді. Еріп кетіп қайттан ата береді екен. Так, одан кейін кімдер бар? Обычный лучниктар. Олар уже жеңіп қалады. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обычный лучниктар жеңіп қалады қазір. Екінші орындағы мықты лучниктар осылар екен. От ататын, бірінші жылан ататын. Олай үшінші орын білмеймін. Қалғаны бәрі былай бірдей деп айтуға болады. Ең мықты лучниктар қараңдар, мыналар әлі бәрі жүр. Бәрі болғанда қалай бір 2-3 ғана өлді ме? Жоқ, 4 қопты. Так, бір король мен корольді бірде бірге төбелестірейік. Мынандай король, и мынандай. Ал, кім жеңеді? Мә,
Қызыл король ма, көк король ма? Қайсы жеңеді? Мә, бірге мықты шайқас. Ең соңғы кім король болады деген шайқас. Қызыл жеңе ме, көк жеңе ме? Бірге қызыл жеңді. Міне осы жерден тоқтатайық. Келесі серияда қандай әскерлердің, қандай адамдардың бір-бірімен төбелескендерін көргілерің келеді, комментарийда жазып өтіңдер. Келесі серияда міндетті түрде оларды төбелестіремін. Ал жақсы достар, келесі кездескенше күн жақсы.